Өйткені, құрметті ағайындар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, адам баласы екі нәрсені жеп көреді дейді. Бірақ ол екі нәрсені адам баласы еш уақытта өзіне қаламайды дейді. Ол қандай нәрсе десе, біріншісі өлім дейді. Өлімді адам жеп көреді дейді. Оны өзіне еш уақытта қаламайды, жақсы көрмейді дейді. Екіншісі кедейлік дейді. Кедейлікті адамдар жеп көреді, өзіне еш уақытта қаламайды дейді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, өлімнен де үлкен қиын нәрсе бар, ол фитна дейді. Ол фитна деген адам баласының басына келетін сынақтар, қиыншылықтар уақытында адам өлгісі кеп қалады. Бірақ ол өле алмайды. Өйткені Алла тағаланың оның тағдырында жазған өлімі келмей тұр, ол ертерақ өліп кете алмайды. Екіншісі бұл кедейлік. Кедейлікті адамдар жеп көреді. Бірақ ол кедейлік дейді. Ертең қияметтің үлкен дәрежесі дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үлкен дәрежесі дейді. Қандай дәрежесі? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кедей адамның қияметтегі есеп қысабы жеңіл болады дейді. Біздер оны түсініп отқан жоқпыз қазір. Есеп қысап жеңіл болады дейді. Қияметте кедейлер жәннатқа байлардан жарты күн ерте кіреді дейді. Жарты күн ерте. Жарты күннің ерте кірген уақыт біздің есеппен 500 жыл ерте кіреді дейді. Міне осындай қуанышты хабар бар. Сол үшін де Алла тағала бір адамның тағдырында кедейлік жазған болса, оны ешкім байытамайды. Бүкіл әлемнің бәрі жабылса да оны байытамайды. Өйткені Алла тағала соны қалап тұрған болса. Ал Алла тағала біреуге байлық жазған болса, оны ешкім кедей қыла алмайды. Бірақ Алла тағала сол байлықтан сұрайды. Байлық табу ол қиыншылық болып табылмайды бір адамға Алла тағала тағдырында жазған болса. Бірақ сол тауып атқан байлығының дұрыс жолмен, не бұрыс жолмен тауып атқаннан қияметте екі сұрақ қойылады екен. Бай адамдарға. Қияметте адам баласының аяғы қозғалмайды, төрт нәрседен сұралмайды дейді. Соның біреуі, ырзықты қаяқтан таптың, қайда жараттың? Осы бір ырзыққа байланысты екі сұрақ қойылады дейді қияметте. Сол үшін де байлар да ойлап жүрсін, ертең тауып атқан ақшасының қаяқтан тауып атқанына қарасын. Және де оны қандай жолға жұмсап атқанына қарасын. Ертең қияметте өте жан түршігерлік қорқынышты есеп басталайын деп тұр. Осы күнге бара жатық барымыз. Сол үшін де біздер ойлап қалмайық жаңа әлдегі. Ойбай, бай болу деген бақыттылық деп ойлап қалмайық. Бақыттылық деген бұл дінмен жүру, шариғатпен жүру. Енді адам баласы өзінен жоғары адамдарға қараса, еш уақытта өзінде бар байлықты көре алмайды екен. Мысалы, өзіңнен жоғары адамға қарасаң, еш уақытта сен қанағаттанбайсың. Сол үшін не істеу керек? Шариғат айтады, өзінен төменгі адамдармен санас дейді. Өзінен төмен тұратын адамдардың жағдайын біліп тұр дейді барып. Қара дейді, сол кезде сенің Алланың берген нығметін көре аласың дейді. Алланың нығметін. Ал енді өзіңнен жоғарыға қарасаң, еш уақытта қанағат қыла алмайсың. Ал енді дін ісінде, шариғат ісінде адам баласы өзінен төменгіге қарамау керек, өзінен жоғарыға қарау керек екен. Яғни ақыреттік істе адам баласы, мен аналар намазда оқып жүрген жоқ, мен намаз оқып жүрмін, Құдайға шүкір, жұмаға барып жүрмін, болмаса 5 уақыт намазымды оқып жатырмын деген сияқты жаңағыдай өзіне қанағат қылып, өзінің істеп жүрген амалын өзінен төменгіге қарап, өзінің дәрежесін көтерген адам ертең қияметте ұтылып қалуы мүмкін. Неге? Өйткені адам баласы дін ісінде өзінен жоғарыға қарап, жоғарылармен санасу керек. Анау Құранды махражбен оқи алады, тәжбитпен оқылай алады. Неге мен оқымасқа? Мен де оқиын. Анау 5 уақыт намазын тұрғызып, мен де оқиын. Анау осындай үлкен алдына қарай талпыну керек дін ісінде. Өйткені дін ісі бұл біздің ақыреттік дәрежелеріміз ол. Ол дәрежеге жеткен адам ең бақытты адам.